Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер. Бөлшектің бөлімінде жай ғана квадратты бір болған есептерді қарастырайық. Жоғарыда көріп отырған 4 есепке қарасаңыздар, бөлшектің бөлімі тек қана бір мүше тұр. Бұлардан иррационалдықтан құтылу үшін мынандай әрекеттер істейміз. Бірінші есепті қарастырайық. Бұл бөлшектің алымында бөлімінде, бөлшектің бөлімінде орналасқан түбір асты 2-ке көбейтеміз. Сол кезде ешқандай бөлшектің мәні өзгермейді. Енді бөлшектің бөліміндегі түбір асты 2-ні түбір асты 2-ке көбейтетін болсақ, онда бізде бөлімінде 2 шығады. Ал алымда 2 мен 1-ді көбейтетін болсақ, онда бұл жерде түбір асты 2. Міне бірінші мысалды қарастырып болдық. Енді екінші мысалды қарастырайық. Түбір асты 3 бөлінген 3 түбір асты 2. Бұл жерде де бөлшектің бөлімінде түбір асты 2 болғандықтан тек иррационал санды ғана көбейтеміз. 3-ке көбейтеміз сонда. Түбір асты 2 көбейтілген түбір асты 2. Бөлшектің алымында бөлімінде тұрған иррационал сан. Сол кезде түбір асты 2-ке түбір асты 2-ні көбейтетін болсақ, 2 болады. 3 көбейтілген 2. Түбір асты 3 көбейтілген түбір асты 2. Тең. Түбір асты 3 пен түбір асты 2-ні көбейтсек, түбір асты 6 болып кетеді. Ал бөлімінде 6. Міне екінші мысалды да шығардық. Енді үшінші мысалымыз түбір асты 2 бөлінген 3 түбір асты 5. Бөлшектің бөлімінде бізде иррационал сан ол түбір асты 5-ке тең. Сондықтан бөлшектің алымында бөлімінде түбір асты 5-ке көбейтеміз. Міне бұл жерде сонда шығады. Түбір асты 10 болады. 2 мен 5-ті көбейтсек, 3 көбейтілген 5 тең 15 түбір асты 10. Үшінші мысалды да шығардық. Енді бізге тек төртінші мысал қалды. Түбір асты 3 түбір асты 7. Бұл жерде бөлімінде түбір асты 7 болғандықтан, алымында бөлімінде түбір асты 7-ге көбейтеміз. Сол кезде түбір асты 7 мен түбір асты 7-ні көбейтсек 7 болып кетеді. Түбір асты 3 мен түбір асты 7-ні көбейтсек, түбір асты 21. Міне есебіміз бітті. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.